Риза еткен Жамбыл облысынан келген жас ақын Әсет Дүйсебаев шығып тұр. Әсеттің айтысатын елге белгілі санаулы ақынымыздардың бірі Айнұр Тұрсынбаева. Теңгелерін аманбысың айтысқа келген елім, ағайын сенің ыстық ықыласыңды қалайша сары алтыннан кем көремін. Айтысқа түгел келіп отқан шығар ата әже ағалар жеңгелерім. Жамбылдың атындағы облыстан келген соң айтарым бар елге менің. Қанекей құшағыңды аш, бауырыңа бас, Әсетті шабады деп сенген елім. Қаратаудың басынан көш келмейді, Қаратаудың басынан Угагаймен келемін. Жар салып айтсам бекен бар әлемге, қандай еңбек еткенін бабам елге. Ахмет, Сәкен, Ілияс, Міржақыптар әбден лайық емес пе дана деуге. Арыстарым атылып қаза болған, нандай туралық беттік надан елге. Қазақтың даласында аштық жасап, қанша зиян жасады адал елге. Аштық пенен қастықтың арқасында бабаларды көмді олар қара жерге. Өткен шақ ормансынды шошып шыққан, сонда да елім үтін тосып шыққан. Мойымай мойындалған қазақ болдық, алдынан домбырамен бесік шыққан. Бабасын жерге көміп тастаса да, бадасы бас көтеріп өсіп шыққан. Мен қазақты бидайға ұқсатамын, көмсе де қара жерді Угагай тесіп шыққан. Бақыт құсы кетпесін бастарыңнан, тілек осы Әсеттей жастарыңнан. Шашымды алып зиданнан алмай қаппын, қарсыласқан адамды баспен ұрған. Нағыз жеңгем келді ғой инстаграмда, таспен ұрған адамын аспен ұрған. Қалай ғана қиянын жеңге деуге, секілді боп отырсың жас келінжан. Сен жеңге ақынсың ғой, байқаймын бас жүлдеден дәмелісің. Бұлайша асқабақтың дәнегізің. Біреуге аспандағы ай жұлдызсың, біреуге қол жетпейтін әдемісің. Жұртқа сонша керемет болсаң дағы, ал мен үшін ағамның Угагай әйелісің. Bismillah penen söz бастап, өлеңнің туын көтердім. Астанам саған жер жетпес, қаншасын көрдік шетелдің. Шалғайға кетсем сағынып, құс болып ұшып жетермін. Еңсесі биік елордам, төресі барлық мекен.
ekennin almısın janı jaysaң erkelep sağa ötermin koşağı ıslık yerim var koşakka sıymas yerim var koşağı ıslık yerim var örtüne senin şıdamay örtenip ketermekenmin Dübürün salıp destürdün toylap жүрміз бүгінде азаттығымның лебі бар қазағы мынау үнімде алты құрлықты қаратар қуатын бойға таратар алдаспан от бар тілімде жерimiz азат болсын деп басшымыз қазақ болсын деп сол желтоқсанда ызғарлы солы бет жастай гүліңде сол күнге міне қол жетті данышпан елбасымыз бар күлімде халқым күлімде мамыр заманға семіріп не болса соған бүлінбе арқалап жүр ғой қазағым 130 ұлттың жүгінде зайырлы саясатымен байырлы парасатымен алталаш тұрдым айбыным тәуелсіз елім байлығым мәңгілік елдің мұраты мәңгілік еркіндігінде далама қарай жол алып барлық қандасым оралып жиналса екен бар қазақ көк байрағымның түбінде таластың бойы қаратау қазақтың биік төресін көзайым болып қуандым жамбылдың көріп бөрісін армысың әсет ардақтым өнермен кезген ел ішін кенен атамның көзіндей әзімбегімнің өзіндей ақындығыңда бар екен әншілігіңде бар екен сыпайы сырбаз серісің бар болғаны ағаңның әйелі болсам сені үшін дәл соған бола тарылып қалмайды менің өрісім азаматымның арқасы бар жеткен бәйгі жемісім біреуге құндыз болсам да біреуге жұлдыз болсам да ағамның жары болғаннан артық атақ жоқ мен үшін болмайды өнерліні қолдалауға өнері бар жігіттер құр қалар ма ақынсың және әнші деп қоясың тырысып жүрмін соны жұрмалауға мен 9 құмалақтан чемпионмын қайныңыз жарап тұр ғой үлгі аларға одан қалса күреске де қатысқанмын бармасам да фигурный сырғанауға күрестен де чемпион болар едім төбелестен мұрыным сынбағанда көп патриоттық әндердің сөзін жазған елбасы үлгі боп тұр бұл қоғамға домбырамен дәстүрлі әндер айтып елбасымыз ой салды күллі адамға патшамыз ақын әнші әр спортшы осындай ұқсау керек тұлғаларға патшаға еліктесем айып бар ма патшағарлар көбейген угәгәй бұл қоғамдай елді ойлап басар болсаң қадамыңды
Savaptan жазады Алла әр адымды. Елбасы жайында бір шындықты айтсам, ақиқатқа тік қадап жанарымды. Тәуелсіздік алғалы шүкір деймін, ұмытып баратырмыз надамымды. Елбасы себепкер боп көп қазақтар құлының тай бұзауын тана қылды. Ел сүйген, елін сүйген, елбасым-ай, жаратқан берсін сенің қалауыңды. Біз түгіл мектептегі бадаларда патша жайлы сөз айтады саналы үлгі. Өскенде кім боласың деп сұрасаң, солардың болып ақтыр жауап үлгі. Өскенде Назарбаев боламын деп, қаршадай боп қақ жарған қара қылды. Бадалар елбасыға еліктейді, дегендей жақсы адамнан алам үлгі. Ал енді оппозиция боп жүргендер Нұр ағамды жамандап таба қылды. Назарбаев немене тындырды деп қанатып отқан солар танауыңды. Соларға таңғаламын патшасының қадірін біле алмаған үгәй бала қорлы. Үйіне жұлдызбенен байлар келген, қасыма аспа жеңгем қайдан келген. Қонақ жай жеңешемнің бір едім ғой, шаңырағына күн сайын мейман келген. Бірақ мені үйіңе шақырмайсың, соған қарсы айырылады қайран кеудем. Астанаға келгеніме 5 күн болды, ішіп сатып алып жүрмін шайдар жерден. Мұқағали жеңгесі жырлағанда, демеуші еді сүт сұраса айран берген. Бүйте берсең ағамнан таяқ жейсің, тезірек есіңді жи ойлан жеңгем. Мұқағали атамның жеңгесінен қай жерің кем болып тұр, үгәй қайран жеңгем ай. Арқаңа қатты батқан-ау, арқаға келген қадамым. Жылап отыр ғой жеңгемнің, жей алмадым деп тамағын. Қорқытып қояды өзінше, келмеске кеткен заманың. Ән жырын нәсіп етсе де, тағдырын бізге бермесін Ұлбике менен Сараның. Азаматымның арқасы жасқа толмаса жанарым. Жөн білер бала болсаңыз, шақыртпай неге келмейсің ақ жайлауына ағаның. Үйге кеп сәлем берместен, осынша жұрттың алдында ашылды неге араның. Ағамнан таяқ жейсің деп, қорқытып қояды өзінше бәлесін қара баланың. Мұныңды естіп, ағаңыз түймесін маған табағын. Білесіздер ғой ағайын, ұлдары қиын болады Тараз дейтұғын қаланың. Бұлай тұсымыз дұрыс боп, бітсекен бәрі тыныш боп. От басымызға от салмай тыныш жүрсең шығарағым. Ел үшін өлең айтайық, қауызын жазса гүлді өлең.
Тілімнен асқан қайғы жоқ болғанда мынау дүрбелең. Мекемелер көп біз жақта қазақылығы кірлеген. Қайда барсақ та әйтеуір орысша сөйлеп тұрады, қазақша тұрпат түрменен. Айтысқа келген ағалар жақсылап шешім шығарсын, қызметке келсе бақсынап жазалау керек жақсылап. Қазаққа қызмет қылмасын қазақтың тілін білмеген. Орысша сайрағандарды, тілімді байлағандарды қаншама мықты болса да құлату керек мінбеден. Ақындар деген халықтың шапалағымен тербелет. Желтоқсан болса жыл сайын шындықты айтады деп ақындар конгресс қолға ел келет. Айтысқа шыққан қыздарды өз қыздарымен тең көрет. Билікпенен халықтың елші болса ішінде қызығын мынау ел көрет. Мысалы біздің билікке ақыннан жақсы ой керек. Бұл сөзімізден жақсылап қорытындысын шығарып, айтысқа келген ағалар ел үшін уайым жеу керек. Ана тілімді ақсатпай, конгресс қол деп қақсатпай, осынау қара шаңырақты айтыс сарайы деу керек. Бұрылайыншы мен енді Тараздан келген қалқама. Жылап кетті ғой бағана, тоймай қалдым деп жеңешес ыстық шайменен сорпаңа. Төле би бабам ұрпағы сөз бастау үшін қорқама. Мұрыным сынып қалды дейді, қой келділердің ұрпағы қол бастау үшін қорқама. Құтты болса екен қадамың, кірдің ғой үлкен ортаға. Астанамызға жай кепсің, оранбай тонмен торқаға. Жұқалау кепсің киініп, бораны қатты арқаға. Тікірейіп ап шаштарын, жаңадан жүні қырқылған ұқсап қалыпсың марқаға. Жанашыр жеңгек болған соң, түскен соң шаршы алқаға. Қайнымау өңің кірсін деп, құлағын тоңбай жүрсін деп, басына бөрік кигізіп шапан жабайын арқаға. Шапан жауып жатыр ғой, енді бұған не дейсің? Құндыз бөрік кигізді, артық еш нәрсе демейсің. Қорықпа жеңге, енді сен ағамнан таяқ жемейсің. Немереңіз көп болып, керегеңіз кеңейсін. Байқадыңдар ма жеңгемнің ақыл ойы зерек қой. Болмысы да бір қызық, табиғаты да бөлек қой. Ауылдан келген мен үшін бұл деген үлкен көмек қой.
Nağыз қазақ ағайын осындай болу керек қой. Сөзімнің айтсам ғажабын, қазағым менің қазағым, талай тектіні тудырып кіргізген Алла ажарын. Төлеғазыбек Әйтеке шалдарды туған қазағым, Қабанбай менен Бөгенбай нарларды туған қазағы. Қарасай менен Наурызбай тауларды туған қазағым, Махамбет пенен Дулаттай жандарды туған қазағым. Құнанбайдың абайы заңғарды туған қазағым, Ілияс Ахмет Міржақып Мағжанды туған қазағы. Рысқұлов Тұрар секілді Тарланды туған қазағым, Қажы Мұхандай ғайратты балуанды туған қазағым. Әуезов Мұхтар секілді Асқарды туған қазағым, желтоқсанда ерлік жасаған жастарды туған қазағы. Қаншама ғасыр толғатып келсе де күтіп мол уақыт, Нұрсұлтан Назарбаевтай патшаны туған қазағым. Қазағым саған бесікпен кіндігімнен байландым, талай тектіні тудырған алтын құрсағыңнан айналдым. Батсам деп келіп едім мол сауапқа, сол үшін бармау керек жыршағатқа. Кеше Сара ал бүгін Айнұр жеңгем, ер болған соң шыдау керексің сағатқа. Тараздың қаласынан Төлебек айтысып жүрміз енді бір санатта. Құшағы күннен ыстық жеңгемсің ғой, ағамды жетелеген мұнша баққа. Қолтығына жұмыртқа салып қойса, балапан шығаратын бір сағатта. Ақыны едің тараздың, сүйегі асыл тектедің. Бәсеңдей тұғын түрің жоқ, лаулап бір жанған от бедің. Bir şapan berip kaynıma, bir tayaktan kutuldum, dürüst koy ayta ketkenim. Kalsındap tüptü koymaysın, jigitpe desem köp körüm. Koşağım gündey ıslık dep, bilmeymin kayda betledim. Tekseri üçün kaldana, жұмыртқа salıp keppedim. Balapan basıp beretin kürkü tavuk koy deppedim. Елдің де сөзін айтайын, жөні бар тойды тойлаудың. Билікке айтар сөзім бар, сәті келгенде сайраудың. Қайранда біздің өкімет мейірімінен айналдың. Мораторийді жариялап, барлық ақшасын кешірді шетелге тыққан байлардың. Кедейлер сонда не істемек, жеген кім өзі тойғандың. Ал банктерге қарыз болып, ағаларымыз құл болды, аналарымыз күн болды, осыны бүгін ойға алдым. Айтыңыздаршы ағалар, ипотека
деп ит болған кедейдің қамын ойлар кім? Кредитін төлей алмаса, баспанасынан айырған қатыгездікке қайранмын. Мейірімді болса мемлекет, жемқорға қамқор болғанша, кедейге пана болмай ма? Мен осы жағын ойға алдым. Нұр отан саған аманат, шебінде жүрсің майданның, мерейін елдің өсіріп, кредиттерін кешіріп, қазақты құтқар, қарыздан тигені болсын пайдамның. Ақыны елдің күзеді, әрбір жүрекке гүл еккен, тәуелсіз елдің айбыны қақ жарып шықты жүректе түнектен. Көк туым желмен желбіреп, төбемнен сүйіп күн өпкен, қазақты әлем бойындап 23 міне жыл өткен. Нұрлы жол салып нұр ағам, қарқындарыңды үдеткен. Сапасыз жолдар емес пе осынша елді жүдеткен? Көліктер күнде ағылсын, далама жолдары салынсын. Егемен елдің болса екен, хал ахуалын гүл еткен. Еліміз күнде жаңарып, Астанадан жол таралып, қан тамыры болсын қазаққа бүлгүл деп шыққан жүректен. Желгеше өзгелерден дара болшы, жетілмеден жесірге пана болшы. Сізді күрке тауық деп айта алмаймын, әрқашан ел алғысын ала берші. Немереңіз көп болсын деп айтып қалдым, Құдайым жеңгеме көп бала берші. Алтын домбыра алсаң да алмасаң да, алтыннан алқа таққан ана болшы абай. Жаз өмірін, мәз өмірін елге арнап, елбасымыз елін сүйген ер болмақ. Сон сұлтандар билемесін елімді, Нұр Сұлтанды жүре берсін ел қолдап. Сон сұлтандар билемесін елімді, Нұр Сұлтанды жүре берсін ел қолдап. Қарғамасын елім сенің базарың, екі өмірде жарқын болсын ажарың. Патшам саған сен патшаңа разы бол, қайран жұртым қалың елім қазағым. Патшам саған сен патшаңа разы бол, қайран жұртым қалың елім қазағым. Ән сап кетті мене болды, мына қызыққа қараңыз. Толғатып сіздей ұл тапқан уақыттар екен анаңыз.
Алтын алқалы анау деп аппақ тілек айтты ғой әсеттей мынау баламыз. Қашпайды жеңген ондайдан баланы әлақ табамыз. Көбейтем десе ағамыз, жетеді біздің шамамыз. Әсеттей ұлдың дауысы әрбір жүрекке тисе екен. Кенендей өзі әнші екен, секендей сойқан күйші екен. Өлеңің мына жастарды жұдырық қылып түйсе екен. Бар ақын сендей қазақтан бөрікпен шапан кисе екен. Барлық адамның дәл сендей отан деп жаны күйсе екен. Патшасына адал боп дәл сендей дұрыс сүйсе екен. Қожасы байтақ жерімнің, тәуелсіз мынау елімнің. Абыройы асып басқадан төбесі көкке тисе екен. Алдыға келдім ағайын, құдіретімен Алланың. Сөзімді терең түсінсең көрінер биік талғамың. Өткенге бір сәт оралып, тарихты жырмен жалғадым. Көл болып ағып көз жасым, шайналды қанша бармағым. Іргесін елдің қалаған Жәнібек Керей хандарым. Ал керегеңді кеңейткен Қасым мен Тәуке заңдарым. Оғын елдің қадаған Алаш ордашыл нарларым. Қазығын қаққан қар үйдің Дін Мұхаммедтей тарларым. Нұрсұлтан ағам көтерген тәуелсіз елдің шаңырағын. Керегемізді кең қылып, егемен еркін ел қылып. Алашқа Аллам бұйыртты Абылай ханның арманын. Азаттығыңның арқасы жарқырап тұрса жан-жағым. Осымен қош бол ағайын, үйіме мен де барайын. Сен аман болсаң мен де аман, алаша жұртым ардағым. Нұрлы жол бастап ел далға, жүректе мәңгі нұр тұрсын. Көгімде бейбіт күн тұрсын, төрімде ана тіл тұрсын. Байлыққа қазақ қожа боп, жеріміз жайнап құлпырсын. Дәрігер мұғалімдердің жалақылары көбейіп, мәз болып бәрі сілкінсін. Келіндеріңіз жерік боп, жыл сайын батыр ұл тусын. Көбейтемін деп қазақты, аналар алға ұмтылсын. Мемлекетіміз бай болып, төрт құбыласы сай болып, 5 баласы бар жандарға пәтер беретін күн тусын. Біздің әсет тоқтығышқандай ажарланып қалып. Адамның өнеріне қандай баға бересіздер? Әсет Дүйсебаев, Жамбыл. 19 қазір. Жаңсы 1, 2, 9, қалғаны 10. 68 ұпай. Айнұр Тосынбаева. Бірыңғай 10, 70 ұпай.